Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Бүгін біз сіздермен балықтан котлет жасайтын боламыз. Кез келген балық бола береді, бірақ та оның сүйегі болмағаны дұрыс. Ең бірінші біз бұны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді біз бұл балықтың фаршының үстіне бір жұмыртқа жарамыз. Сосын оның үстіне чоркадан өткізілген пияз саламыз. Және де сәбіз саламыз. Және де дәміне қарай тұз. Сосын барып бұрыш саламыз. Енді біз бұны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді біз оған өзімізге керекті форманы жасап алуымыз керек. Мінекей достар, мен осындай доңғалақтар жасап алдым. Енді біз оны панировочный сухариға батырып, майда қуыра беретін боламыз. Енді котлеттерімізді қуыра бастаймыз. Астыңғы жеті 5 минуттай қуырылды. Енді біз бұны аударамыз. Достар, мінекей біздің котлеттеріміз пісті. Енді біз оны майдан аламыз. Осылайша барлық котлетті пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің суперский котлетіміз дайын. Дәмі деген өте күшті. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, және де өте тез дайындалады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басу, арнама жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.